Сәлем достар, біз сіздермен үш элементі бойынша үшбұрыштарды салуды қарастырудамыз. Бізге берілген үшбұрыштың гипотенузасы берілген, және осы гипотенузаға іргелес бір бұрышы берілген. Бізге салу керек тік бұрышты үшбұрышты. Алдымен кесілген тік бұрышты үшбұрышты еске түсірейік. Тік бұрышты үшбұрыш салған кезде гипотенузасы, яғни оның үлкен бұрышына қарсы орналасады, яғни тік бұрышы үшбұрыштың гипотенузасына қарсы, және бір іргелес бұрышы бар. Олай болса, біз қазір алдымен гипотенузасын саламыз, оған іргелес бұрышын саламыз. Осы бұрыштың созындысын жүргізе отырып, осы екінші төбесіне гипотенузаның осы үшбұрышқа перпендикулярды салуымыз керек. Ол үшін берілген түзуге берілген нүктеде перпендикулярды салуды еске түсіру керек. Алдымен кез келген А түзуін жүргізейік. Кез келген А түзуін жүргіземіз. Сәл төменірек алайық. Бұл бізде кез келген А түзуі. Осы А түзуінің бойынан сіздер циркүлдің көмегімен, мен лентаның көмегімен гипотенузаны өлшеп аламыз. Яғни центрін бір ұшы, ал екінші ұшына дейін осы ара қашықтан белгілеп аламыз. Яғни гипотенузасын саламыз. Алғашқы ұшын А нүктесі деп белгілесек, екінші ұшын Б нүктесі деп белгілейік. Енді бізге берілген О бұрышын салып алу керек. О бұрышын салмас бұрын алдымен О төбесінен берілген бұрыштан қабырғасынан кіші болатындай радиуста шеңбер жүргіземіз. Осы шеңберді А төбесінде қайталаймыз. Яғни берілген А-вы қабырғасымен қиылысатындай. Енді қиылысқан екі нүктені С және Т деп белгілеп алсақ, тағы да шеңбер жүргіземіз. Шеңбердің центрі С, радиусы Т болатындай. Мына шеңбер жүргіздік, сәл кішіректеу болу керек. Енді дәл осы ара қашықтықты мына аралықта қайталаймыз. Сонда екі шеңбер қиылысты мына нүктеде. Мына нүктені S1, мына нүктені Т1 деп белгілейміз. Енді А нүктесі мен Т1 нүктесін қосамыз. А нүктесі мен Т1 нүктесін қосамыз. Яғни кесіндімізді ұзынырақ қылдырып жалғастырамыз. Енді бізге берілген түзуіміз, осы түзуден берілген түзуге тиісті емес Б нүктесі арқылы орта перпендикулярын жүргізуіміз керек. Енді сіздер циркүлдің көмегімен, мен енді лентаның көмегімен ара центрі Б нүктесі етіп, бірақ шеңбердің радиусы мына А1 түзуімен екі нүктеде қиылысатындай шеңбердің бөлігін сызамын. Екі нүктеде қиылысатындай қиылысты. Бұл екі нүктені біз бірін бізде жоғарыпен белгілейік, П және Q болсын. Енді керісінше, центрі П нүктесі радиусы ПБ-ға тең болатындай шеңберді сызамыз. Яғни жарты шеңбер сызамыз. Осы Б нүктесінде қиылысатындай. Дәл солай, осы центрде енді Q нүктесі, бірақ радиусы QB-ға тең болатындай екінші шеңбер жүргіземіз. Ол шеңбер, осы екі шеңбер екі нүктеде қиылысу керек. Бірінші нүктесі Б нүктесі және мына нүкте. Енді осы екі нүктені, бұл нүктені Д деп белгілеп алсақ, Д мен В нүктесін қосамыз. Бізге сызғыштың көмегі қажет. Б мен Д-ны қосып аламыз. Сонда бізде перпендикуляр жүргізілді. Мынау бізде ізделінді перпендикулярымыз. Яғни С төбесі. Сонда ізделінді үшбұрышымыз АБЦ тік бұрышты үшбұрыш. Алдымен бізге берілген АВ қабырғамыз
берілген с гипотенузасына тең болды, және берілген бұрыш берілген. Бұл бұрышымыз А бұрышына тең болды. Осы арқылы ізделінді АБС тікбұрышты үшбұрышын салдық. Қадамдарын жазайық. Алдымен А түзуін жүргіздік. А түзуінің бойынан гипотенуза С-ға тең болатындай АВ кесіндісін салып алдық. Енді шеңбер жүргіздік. Берілген О центр О нүктесі болатындай, радиусы ОС-ға тең болатындай. Шеңбер жүргіздік. Осы шеңберге тең болатындай, центрі А нүктесі, радиусы ОС-ға тең болатындай шеңбер жүргіздік. Және келесі шеңбер жүргіздік. Ол центрі С нүктесі, радиусы СТ-ға тең болатындай. Және тағы осыған тең шеңбер жүргіздік. Центрі S1-ға тең, радиусы ST-ға тең болатындай. Бұл жерде екі шеңбер қиылысты Т1 нүктесінде. Шеңбердің центрі А нүктесі, радиусы ОС-ға тең шеңбермен қиылысты екінші шеңбер центрі S1 мен радиусы ST-ға тең болатындай екеуі Т1 нүктесінде қиылысты. А нүктесінен басталған АТ1 сәулесін жүргіздік. Енді осы жүргізген сәуледен бізге В берілген түзуге жатпайтын В нүктесі тиісті емес АТ1 сәулесіне. Ол үшін біз шеңбер жүргіздік. Шеңбердің центрі В нүктесі және радиусы осы шеңберге дейінгі ара қашықтықтан үлкен болатында. Яғни радиус үлкен СВ-дан. Радиус жүргіздік. Бұл жердегі тағы да келесі кезек радиус сақталды, бірақ шеңбердің центрі П нүктесі болатындай, бірақ радиусы R болатындай тағы шеңбер жүргіздік. Және келесі шеңбер жүргіздік. Центрі Q болатындай, радиусы R сақталатындай шеңбер жүргіздік. Бұл екі шеңбер қиылысты екі нүктеде. В және Д. Кейін В мен Д нүктесін қостық. Қиылысуында бізде пайда болды. ВД мен қиылысты А1, АТ1 нүктелері С нүктесінде қиылысты. Осы С төбесі АВЦ үшбұрышының 90 градусқа тең. АЦ вырышы 90 градусты құрайды. Орта перпендикуляры. Олай болса, ізделінді АВЦ үшбұрышымыз тікбұрышты үшбұрыш. Балалар, біз сіздермен үш элементі бойынша үшбұрыштарды салуды қарастырудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.